Біз бүгін келсөк істейміз. Келсөкке керегі сүт, тары, үйдің қаймағы, бал. Әуелі тарыны жуып аламыз әдемілеп. Бірінші сүт құямыз. Сүтіміз қайнайды. Міне сүтті қайнауға жақын, енді тары саламыз. Енді тарыны қайнатамыз. Тары мен сүтті қайнатамыз. Оттың астын басамыз кішкене. Бұны бұлғап тұру керек, тасып кетпеу керек. Сүт тасып кетпеу керек. Бұл келсөкті жаңадан піскен тарыдан жасайды. Сонда өте жұмсақ болады. Міне тарымыз пісті. Енді үстіне қаймақ саламыз. Үйдің қаймағы. 2 қасық қаймақ саламыз. Енді бал саламыз. Міне келсөкіміз пісті. Асын сөндірдік. Енді бұны суытамыз. Келсөк күшті болды. Міне келсөкіміз дайын. Көп қайнатуға болмайды, езіліп кетпеу керек. Шамалы қайнағаннан кейін уже қаймағын, балын сала бересіздер. Шамалы қайнағаннан кейін. Көп қайнатуға болмайды, көп қайнатса езіліп кетеді. Енді кішкене суытып аламыз, сосын дайын болады. Келсөкіміз суыды, енді құрт сияқты домалатамыз. Келсөкіміз дайын. Енді қазір дәмін көреміз. Ой, өте дәмді екен. Жақсы. Балдың дәмі татып тұр. Қаймақ, сүт, бәрінің дәмі бар. Өте жақсы. Таңертең ашқарында таңертеңгі шаймен ішуге болады. Балаларға да беріңіздер. Тары өте пайдалы. Үлкен адамдарға да, балаларға да өте пайдалы. Кашаның орнына осылай істеп, таңертең шаймен ішуге болады. Өте дәмді, тамаша. Сәресіге де ішуге болады, ораза ұстаса. Тамаша, керемет, ғажап, міне. Өзім тойып алдым.